Дейсіңдер-ау, Қасымның несі басым? Қасым солай болмаса, несі қасым? Ақынмын деп қопаңдап жүргендердің әммесінен Қасымның десі басым деп жырлаған екен қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев. Армысыздар. Біз бүгін 7-ші сыныпқа арналған қазақ әдебиеті бағдарламасында өмірін өлеңмен өрген қазақтың талантты ақыны Қасым Аманжоловтың өмір жолы мен өзім туралы өлеңіне тоқталмақпыз. Қазақстан табиғаты әсем жерлерге өте бай. Ол әйгілі Көкшетаудың Бурабайы, белгілі Баянауылдың Жасыбайы, ол атақты Ақжайық, жер жәннаты Жетісу. Солардың ішіндегі тағы бір ғажайып өңір Қарқаралы. Сол Қарқаралының Талды өзенінің жағасындағы Қызыл деген жерде ақын Қасым Аманжолов 1911 жылы 10 қазанда дүниеге келген. Қасымның балалық шағы өте қиын болған. Жоқшылық пен таршылықта өмір сүрген ата-анасы кішкентай баласының келешекте халықтың сүйікті ақынына айналатынынан, кіндік қаны тамған туған өлкесін құдіретті жырына айналдыратынын әрине білген жоқ. Қасым жетімдіктің тауқыметін тартып, әкесі қайтыс болып, 10 жасар ағасы Тайжан екеуі атасы Аманжол зиратының басына жылап барып түнеп жүреді. Алайда осыған қарамастан Қасым жастайынан өте пысық әрі алғыр болып өсіпті. Қасым Аманжол біріншіден сыршыл, ерек, екіншіден керемет, ой толғағыш, пәлсапалық ақын, үшіншіден азаматтық поэзияның ақыны. Бұл енді бірден келе қалған жоқ, бұл кісі үлкен жолдардан өтті. Бұл өзі шынын айтқанда 8 қырлы бір сырлы азамат. Бұл өзі әнші де болған, өзі жаңағы музыкант болған, бұл кісінің ойнамайтын музыкалық аспабы жоқ болған. Ақынның тұңғыш өлеңдер жинағы 1938 жылы Өмір сыры деген атпен жарық көреді. Ол Махамбет, Абай поэзиясынан нәр ала отырып, дүниежүзілік поэзияның да асыл үлгілерінен үйренді. 1939-40 жылдар ақынның өсу жолындағы елеулі кезең болды. Нардәурекел, Бурабай толқындары, Дауыл, Көкшетау, Сұлтанмахмұт туралы баллада, Өз елім, Ғашедім, Қайтейін сияқты тамаша туындылары осы жылдар дүниеге келді. Сондай-ақ ақын Құпия қыз, Бикеш секілді алғашқы поэмаларын жазды. Қасым Аманжолов қолына домбыралып туған жер өлеңін шерткенде тебіренгенім соншама, көзімнен жастың қалай шыққанын білмедім. Бұл туған жер өлеңі патриотизмнің ұлы гимніндей әсер етті маған. Отанын сүйсе осы Қасым ағадай сүйсін. Не деген патриот? Бір басына азаматтық, патриоттық, ақындық, композиторлық қасиет қалай сиып тұрғанына таң қаласың. Қасым Қайсенов. Қасым майданның бел ортасында болып, ажалмен бетпе-бет келген ақын. Ол 1941 жылы армия қатарына шақырылады. Содан соғыс аяқталғанға дейін қанды қырғын қып-қызыл өрттің ішінде болады. Рухы биік, өрт тұлғалы ақын жауынгерлік міндетін жан аямай атқарады. Абыройлы болады. Соның нәтижесінде Орал, Сарыарқа, Байкал, өтіп бара жатырмын тәрізді тек Қасымның ғана емес, сол кездегі бүкіл қазақ поэзиясының жетістігі болып саналатын өлеңдері дүниеге келеді. Елге хат, үстімде сұр шинелім, Ғалиға жауап, қызғалдақ, сен фашистсің, мен қазақпын, Дариға солғыз сияқты өлеңдермен әйгілі ақын өлімі туралы аңыз поэмасы соның айғағы. Қасым Аманжоловтың шығармаларының ішінде ақынның өзім туралы өлеңінің орны ерекше. Қасым ақын әуелгіде бұл өлеңнің тақырыбын сыр деп қойған екен. Өлең 1948-54 жылдар аралығында жазылады. Басқаға емес, ақынның өз-өзіне айтқан сыры ғой. Өзге емес, өзім айтам өз жайымда, жүрегім жалынатқан сөз дайында, тереңде тұнып жатқан дауыл күйді тербетіп тулатып бір қозғайында. Аманжол Рахымжанның Қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын, біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын. Қасым Аманжол. Бұл өлеңнен ақынның азаматтық тұлғасын, адами қуанышы мен қайғысын, сырлы сезімі мен құпия сырын былайша айтқанда Қасымның адамдық бітімі мен ақындық болмысын бар қырынан танимыз. Әсіресе ақынның өкінбен менде бір күн өлемін деп, өкінем ұқсат алмай келемін деп, күніне 100 ойланып мың толғанам, өзіммен бір күлмесін өлеңім деп, өлеңге өзгеше құрметпен қарауы оның ұлы мақсатын айқын танытады. Өзім туралы өлеңі
адамның рухани жан дүниесін терең ашады. Ол жеке тағдыр мәселесін көркем жинақтау, өз деңгейіне көтерген философиялық лирика. Мұнда бәрі бар. Өршілдік, тағдырдан тарыққандық, өлеңнің өлместігіне сенген сенім, өмірдің күнгейі мен көлеңкесін таразылаған шындық. Олар ақынның дүние, тіршілік туралы таным толғасын айқындайды. Қасымның енді поэзиясы дегенде біз ең алдымен Қасымның поэзиясындағы мынау лирикалықты тануымыз керек. Бір керемет сыршыл ақын. Бір ғана өзім туралының өзінде қаншама сырлы дүние жатыр. Қасым Аманжолов қиында күрделі заманда туып, адалдықпен ақындықты тұмар етіп, батыл ойлы, шыншыл да сырлы, дауылды поэзиясымен 21 ғасыр ұрпақтарының жүрегінде терең із қалдырған қазақтың талантты ақыны. Ол бар болғаны 44 жасында өмірден өтті. Соғыс кезінде көп өлеңдері жоғалған, әндерден нотаға түспей қалған. Қасым өзінің бір өлеңінде өлеңім менің бөбегім өзіме тартқан секілді деген еді. Ақын жырларын қайта-қайта оқығанда жатталып қалған көп жолдарын еске түсіргенде осы сөздің растығына көзіміз жеткендей болады. Шын жазушы өз шығармасында ақыл ойын, көрген білгенін, өмірден түйген сарқып беретін болса, сонымен бірге сол шығармада өз мінезін де аңғартады. Автордың бар болмысы көрінеді. Атақты ғұлама Әл-Фараби айтады ғой, ақынның 3 түрі бар. Біріншісі ақын болуға талпынып, еліктеп жүретін ақын. Екіншісі бойында бар кішкентай ғана дарынды өлең жазудың бүкіл амал әдістерімен көркемдеп, керемет туынды жасап шығарады. Екеуі де мықты ақынға айналады, алайда олар тума таланттар емес. Ал нағыз ақын бұл тұнба табиғаттың өзінен жаралған ақын деп. Қасым Аманжолов осы нағыз тұнба ақын. Әркімнің тануы бар, әркімнің көзқарасы бар. Бірақ бір ғана ашық нәрсе, кеңес өкіметі орнағаннан кейінгі поэзияның 50-ші жылдардағы шейін қазақ поэзиясының шыңға шығуына шексіз еңбек сіңірген, өлшеусіз еңбек сіңірген Қасым Аманжолов деп айтуға болады. Енді Қасым туралы естеліктер не дейді? Соны тыңдап көрсек. Мына суретте ағалы інілі бауырдай болған дәмдес рухани дос ақындар Қасым мен Сырбай. Қасым дүниеден өткен соң олардың балалары отау құрып, екеуі құдада болған. Сырбайдың жұбайы сол күндерді былайша еске алады. Біз Қасымның үйімен жақсы араласып кеттік. Қасым біз барғанда скрипка тартып, немесе домбыра шертіп отыратын. Өзі арықша ғана аққұба жігіт болатын. Ол кезде Қасекең үйі жоқ, күйі жоқ жүрген кезі. Өлеңді жерге чемодан қойып, соның үстіне жазады екен. Ақынның осы бір қысылтаяң жағдайда туған өлеңіндегі берсең бер, бермесең қой баспанаңды, сонда да тастамаймын астанамды, өлеңнің отын жағып асырармын, өзімді, әйелімді, жас баламды деген сөздерінен өмірдің көлеңкелі жақтарын көп көріп, өз заманында тиісті бағасын ала алмаған, сөйте тұра өлеңді өмірінің өзегі еткен, туған елін ардақтаған ұлт жанды ақын екендігін аңғару қиын емес. Қазақта қара өлеңге дес бермеген Қасым ақын жырларымен де, азаматтық, адамдық іс-әрекетімен де өзінен кейінгі толқын нелеріне үлгі бола білген. Қазақтың біртуар азаматтарынан ұстаз бола алған. Бұл сәт жайлы ақын Ғафу Қайырбеков естелігінде былай дейді. Екеуміз үйді әнге, өлеңге толтырып жіберетінбіз. Ол шығарған әндерін маған ептеп үйрететін. Дариға, туған жер. Сондай-ақ өлеңді шынайы ақындықпен жазу Қасымның бізге қалдырған аяулы үлгісі. Барымда, бақытымда осы өлеңім. Жақыным, жүрегімнің досы өлеңім. Өмірге келгенім жоқ бостан босқа, мен қайтып, босқа жасап, босқа өлемін деп жырлаған Қасым өмірді сүйген ақын. Уақыт шіркін тоқтаусыз зырлағанымен, асыл сөз ешқашан ескірмек емес. Қасым сол баяғы Қасым күйінде қала береді. Тахауи Ақтанов айтқандай, ақынның адал, шыншыл мінезі өзімен бірге өлген жоқ, тамаша өлеңдерінде жүр деген екен. Қасымды өртке тиген дауылдай өлеңдермен бірге арамызда жүр деп сезінеміз. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болайық.